Сәлеметсіздер ме? Көңіліме шапағатқа, ең таза мөлдір сезімдерге толы болған қадірлі тыңдарманым. Ойлат радиосының қазақ тілді бағдарламасы өз қызметін бастайды. Бүгінгі сейсенбі күнінде сіздермен қауышып отырғанымызға шексіз де шетсіз қуаныштымыз. Тыңдай отырың, толқындарымызда Қызылқұм Нұр өлке атты тақырыпты хабар желеді. Тақырыпты хабар тізгіншісі Эленора Жүсіпқызы. Өнер, оның қыр-сыры әр уақыт өзгелер жанын баурап келген. Бұл сырлы әлемге жастайынан мейір қойған жан сұлулық тылсымын, өнердің сырын толық түсіне алады. Әрине, өнердің түрі көп. Қызылқұм сондай өнерлі жандарды қамтыған байтақ дала. Өнерлі жандар дегеніміздің өзі бойына бір емес, бірнеше өнермен көпшілікке танымал. Біз бүгін әдетке орай Қызылқұм Нұр өлке тақырыпты хабар арқылы және бір өнер иесімен сіздерді таныстыратын боламыз. Сөз өнері саналатын әдебиет әлемі өнердің ерекше бір түрі саналады. Әдебиет әлемі қоғамдық сананың ерекше түрі есебінде сөз өнерінің күші мен суреттейді. Көркем бейненің сыртқы келбетін, ішкі мазмұнын сырын оқырман түсініп, сезіне алатындай етіп ашады. Шығармашылықпен айналысатын жандар қаламымен ғана жазбайды, сөзбен сурет салады. Адамды бір қалыпта ғана суретке түсіретін сурет өнер сияқты емес, үнемі қозғалыс, әрекет үстінде суреттейді. Бұлардың бәрі жазушы мен ақынның ой қабілетінің тереңдігіне, көңіл көлемінің кеңдігіне және бір көркем сөз өнеріне байланысты. Бағдарламамыздың бүгінгі қонағы ақын, сазгер Қайрат Ахметов. Біраз жылдардан бері Қызылқұм өңірінде ақындық және сазгерлік өнерімен көптің көңілінен шығып келеді. Қайрат аға, ең алдымен студиямызға қош келдіңіз. Сіздей көп қырлы, бір сырлы өнерпаз ағаларымызбен бір студияда отырып сұхбаттасудың өзі біз үшін үлкен мәртебе. Ең алдымен өзіңіз туып өскен жеріңіз жайында тыңдармандарға мәлімдесеңіз. Мен осы Тәуелбай Талбесік деп аталатын киелі өңірдің тумасымын. Алтынды қала, жарқын қала, Үшқұдық ауданына қарасты Құлқұдық елді мекенінің төл тумасымын. Туған жер жұмақ мекен ғаламдағы, өшпейтін жарық сәуле санамдағы. Әлемді шарлап келген өр көңілім өзіңнен асқан жерді таба алмады деп, осы Құлқұдық ауылында кіндік қаным тамып, осы жерде алғаш санамды ашып, сол ауылдағы Абай атындағы мектепке оқуға барып, сол мектепті тәмамдадым. Қашанда жұмақ мекен, қасиетті өлке саналатын кіндік қаным тамған жер Құлқұдық ауылы деп ұрандатып айтамын. Ойыңызда бір емес, бірнеше өнердің пайда болуында жанұя мүшелерінің ықпалы жоғары ма, әлде ұстаздардың еңбегі бар ма мұнда? Адамның бойындағы барлық асыл қасиеттерде, қабілет өнерде ол алдымен Алладан, одан кейін тектен келетін қасиет қой. Біздің отбасымыз негізі өнерлі отбасы. Менің әкем өнерден кенде емес, қолына үйде домбыра тартып ән айтатын болған. Қанша жыл халықтың қызметінде, асабалық қызметті де атқарған. Енді аздап өлең жазатында қабілеті бар. Мүмкін сол әкемнен дарыған шығар деп ойлаймын. Оның үстіне мектепке барғанда ұстаздарымның да қолдап, қуаттап, осындай терең білім, саналы тәрбие бергеннің арқасында шығар. Осы ұстаздарымнан да дарыды деп ойлаймын. Өнер ағып жатқан бұлақ, ғылым жанып тұрған шырақ демекші. Бүгінгі таңда сіз өнерпаз және ұстазсыз. Сіз үшін осы екеуінің өміріңізде мәні қандай? Енді өмірде өнер мен білімнің қадір қасиеті бірдей ұғым ғой. Өнер менен білім егіз болады өміріңе негіз дегендей. Мен үшін екеуінің де рөлі үлкен. Өзім ұстаз болғаннан кейін расында да балалардың бойына өнерді де, білімді де қатар егіп жүрген ұстазбын деп есептеймін өзімді. Расында да әрбір тәлімгердің мақсаты, ізгі арманы сол алтындағы ұрпаққа сапалы білім, саналы тәрбие беру. Енді мен үшін екеуінің де рөлі бірдей деп ойлаймын. Әдебиет әлемі ұшы қиыры шексіз теңіз сынды. Мұнда көркем сөз, ой жүйріктігі
ақыл тереңдігі маңызды саналады. Шығармашылықпен айналысатын жандардың кейбірі поэзия жанрына ықылас қойса, кейбір жандар проза жанрына бет бұрады. Бүгінгі бағдарламамыз қаһарманы Қайрат аға Ахметов әдебиеттің бұл екі жанрын да таңдап, өзінің терең ой, көркем сөз иесі екенін айғақтап келуде. Қуаныштысы, осы өнерге қызығып жүрген жастардың бойындағы өнерін әрі қарай шыңдау, оларды қызықтыруда мектепте шығармашылық істер бойынша насихатшы болып та іс атқарып келеді. Оқушылардың өнерін жан-жақты бағалап, оларды келешекте осы салаға бағыттау үшін бұл істің маңызы зор дейді сұхбаттасымыз. Мектепте шығармашылық істер бойынша насихатшы лауазымында жұмыс атқарып келесіз. Айтыңызшы, оқушылардың бойында өнерін жүзеге шығаруда осының маңызы неде деп ойлайсыз? Баршаңызға белгілі, осы резидентіміздің жарлығыменен кеше осы жылдың сәуір айынан бастап әрбір білім мекемелерінде шығармашылық мәдени мәселелер бойынша насихатшы деген лауазым жолға қойылып, біраз істер атқарылды. Алдынан да атқарылып келе жатыр игілікті істер. Осы мектепте бағытта балалардың бойына өнер мен білімді тең ұштастырып үйретуде бұның маңызы үлкен деп ойлаймын. Себебі әр баламен жеке-жеке индивидуал және топтық жұмыстар атқарып, оларға ұлттық тәрбие беріп, саналы тәрбие беріп, шығармашылыққа баулып, бос уақыттарын мазмұнын пайдалану мақсатында берер жемісі көп деп ойлаймын. Еңбегі мен ер сыйлы, өнбегі мен жыр сыйлы деп жатады атам қазақ. Қызылқұмдық ақын ретінде көпшілік сізді таниды, құрмет етеді. Бұдан тыс әнші, сазгер, асабалық өнеріңіз де бар. Жетістіктеріңіз жайлы сөйлесек. Ақын деп дәріптеп жатқандарыңызға үлкен рахмет. Расында да ақын адам қашанда елдің мұңын, халықтың мұң-мұқтажын, халықтың ізгі арманын жырлайтын тұлға ғой менің түсінігімде. Ал енді бұл жолда, яғни шығармашылық жолымда еріскен жетістіктерім баршылық. 2010 жылы және 2015 жылдары Қазақстан Республикасы Астана қаласында өткен халықаралық ақындар мүшәйрасына қатысып келдім. Жүлделі 2-3 орындарды иелендім. Арнайы медальдармен марапатталдым, арнайы дипломдармен марапатталдым. Енді бірқанша өлеңдерім осы баспасөз беттерінде, өзіміздің республикалық төл газеттерімізде жарияланып келеді. Көп өлеңдерім желі арқылы да көпшілікке жетіп жатыр деп ойлаймын. Сонымен бірге республикалық барлық қазақ ақындарының өлеңдері топтастырылған «Шұғылалы елдің шабыты» деген кітапқа да бірқанша өлеңдерім енгізілді. Енді менің жетістіктерім осылар. Әзірге Алла қаласа алдағы уақытта өлең өлкесінде өзіміздің тағы да көптеген жетістіктерімізбен, жаңалықтарымызбен, өлеңдерімізбен, тың шығармашылығымызбен қуантамыз деп ойлаймыз. Егер өнерге шын берілген болсаң, қарапайым адамдар сезе бермейтін сезімде боласың. Ондай адамдар материалдық дүниелерге көп қызықпай кетеді деген сөз бар халық арасында. Осы сөздер расымен де өнер адамдарына қарата айтылған сөз бе? Өнерге берілген адамдар расында да көбіне қарапайымдылық түседі ғой. Ең бастысы шынайылық. Адамның бойында қарапайымдылық болса, халық өзі бағалайды, халық өзі құрметтейді, халық өзі бағасын береді деп ойлаймын. Негізі енді материалдық жағынан да әрбір шығармашылық адамға күш керек деп ойлаймын. Себебі әрбір ақынның, шығармашылық иесінің өздерінің төл туындыларын шығаруда, жариялауда ол да мақсатты деп ойлаймын. Ақын айналада болып жатқан әрбір құбылысқа жан бітіріп, оны әсем сөздермен бейнелейтін көркем сөз зергері. Өлең жазу, сазгерлік өнері, шығармашылықпен айналысу, ән айту, бұл әр адамға да беріле бермейтін ерекше қабілет. Өнер негізінен өмірді бейнелейді. Мысалы, музыка адамның ішкі жан дүниесінің құпия сырларын әуен, ырғақ арқылы бейнелей алады. Әдебиет сөз арқылы адамның өмір тіршілігін суреттейді. Ел арасында халықтың риясыз қошеметіне бөленген шәкірттеріңізден кімдерді айта аласыз? Енді ел арасында танылып жүрген шәкірттерім Аллаға шүкір баршылық. Мектепте де көптеген жетістіктерге ерісіп жүрген шәкірттерім де баршылық. Енді солардың ішінде өзі мақтанышпен тілге алатын, мысалы қазақ эстрадасында
шоқ жұлдыздай жарқырап жүрген шәкіртім Иса Али Мұсаевты айта аламын. Көп қой шәкірттерім, бір қанша шығармашылық бойынша да қалам тербеген жас ақын шәкірттерім бар. Енді айта берсек саны шексіз. Қайрат аға, көкейде жүрген және қандай сұрақтарыңыз бар бізге қойылатын? Мінекей сіздердің шығармашылық топтарыңызға мол жетістіктер, сәттілік тілеймін. Әрқашан еңбектеріңіз жана берсін. Халыққа әрбір жаңалықтарыңыз тарай берсін дауыс арқылы. Әрқашан еліміз дамып өркендей берсін. Алда мінекей үлкен тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейтойы келе жатыр. Сол мерекені ел болып, жұрт болып, жақсы көңіл күйде жоғары дәрежеде атап өтуді тілеймін. Еліміздің іргесі аман болсын, тыныштық орнасын, бейбіт заман болсын. Әрқашан жастарымыз білім мен өнерді қатар игеріп, сол еліміздің, отанымыздың қажетіне жарасын деген тілек білдіремін. Қайрат аға, сұхбат соңында біздің қазақ тілді радиомызға айтарыңыз болса, көкейде жүрген және қандай сұрақтарыңыз болса қоюға болады. Ал енді сіздерге көкейдегі қоятын сұрағым, осы радио арқылы кейінгі мынау шығармашылық әлемінде, өнер әлемінде, білім әлемінде болсын, жетістіктерге жетісіп жатқан ерекше қабілетті жастарды, оқушыларды көбірек осы радиоға шақырып, олардың да жаңалықтарымен бөлісіп отырсаңыздар, алдағы уақытта сол жобаны қолға алып, жастарымыздың да шығармашылық жұмыстарын көрсетсеңіздер деген ұсыныс тілегіміз бар. Мен сіздерге ауылыма ода деген өлеңімді оқып берейін. Ауылым алтын тұғырым, бақытты сенде ғұмырым, тірлікте жоғау теңеуің жүрекке сыйған ұлығым, көңілім сенде өрлейтін, таулардың көріп өргейпін, көктемің келсе күлімдеп төрт түлік малың төлдейтін. Ұшырған алыс арманға, қанатта бердің самғарға, сергітер ауаң бойымды қаладан шаршап барғанда. Бал күнді сенде өткердім, төріңнен өшпес от көрдім, тұлпарын жырдың қазыққа өзіңде байлап кеткенмін. Қымбат қой тарғыл әр тасың, сағыныш маған артасың, таппаспын сендей жұмақ жер әлемнің қарап картасын. Арайлы таңын атырған, шабыттың дәмін татырған, айналдым туған ауылым құлқұдық деген атыңнан. Қадірлі радиосүйер қауым, сіз толқындарымызда Қызылқұм нұр өлке тақырыпты хабарын тыңдадыңыз. Бүгінгі сұхбат Қызылқұмдық тамаша өнер иесі Қайрат Ахметовпен бірге болды. Шығармашылық белестің биігінен көрініп жүрген қаһарманымыздан мұнан кейін де тың туындыларды жарыққа шығаратынына сенімдіміз. Әдетке орай сіз үшін тақырыпты хабар соңында тамаша ән тарту етеміз. Әрине, әннің сөзін жазған Қайрат аға Ахметов. Тыңдап демалыңыз, сиқырлы ән ырғағы көңілдеріңізге баяу кіріп, қуаныш сезімін армасын ағайын. Отан мекенім, мәңгі сүйіп өтемін, шетте жүріп сезіммен қасиетті екенін. Сағымдала өресім, жәннат бақтың көресің, сенде тудым есейдім, бағалыстың сол үшін. Ұлы елім, ыстық құшағың, кең аспаныңда құс болып ұшамын, асқар тауларың, арманым биік жүрек